Сүйек пен жұмыртқа қабығы, міне, бұлардың құрамында кальций бар. Біздің ағзамыз үшін өте маңызды элемент. Тәжірибе алдында қауіпсіздік ережесін сақтап, қолғап пен көзілдірік киеміз. Сүйекті сірке қышқылына саламыз, кальций карбонаты реакцияға түседі. Реакция кезінде көмір қышқыл газы бөлініп, көпіршіктер пайда болады. Кальций ерігеннен кейін сүйек қаттылығын жоғалтып, жұмсарып иіледі. Жұмыртқаның жартысына тіс пастасын жағып, қорғаныш қабат жасаймыз. Жұмыртқаны қышқылға салғанда қорғалмаған бөлігі белсенді әрекеттеседі. Қабық еріп кеткен соң жұмыртқа жұмсақ әрі серпімді күйге кіреді. Кальций карбонаты қышқылмен әрекеттесіп, кальций тұзы, су және газ түзеді. Қорытындылай келе, кальций сүйек пен қабықтың беріктігін қамтамасыз етеді.